Әуеніне елдеп тыңдап жүрген әндердің сөзіне мән бердік бе? Бүгін әттең ай дегенде де экранның ар жағына біздің көңіл күйіміз сезілуі мүмкін. Неге 6 жыл бұрынғы әнді қозғап отырсыңдар деп жазуларыңыз мүмкін. Егер бір адам 6 жыл бұрын адам өлтірген болса, оның қылмысы 6 жылдан кейін ескірмейді. Бізде мәдениет қайраткерлері, мәдениет саласының үздігі деген медальді шелпек таратқандай таратып бере салады жылдың соңында. Мен саған тиіспейм, жай ғана мойныңнан сенің иіскейм. Жоқ, асықпа сарығыз, бірінші кездесуде сүйіспейм. Сонда иек артқан теңізге мүйістейін, кел шығарғам шашымнан иіскейін дейді. Иіскейін, жай ғана тиіспейін. Қорықпа, мен ондай емеспін, ойым сенің кіндігіңнен жоғары. Әкеңнің алдында қарабет. Тауықтың басын шауып жүрсең, тауық шауып жүреді біраз жерге дейін. Біздің қазақ эстрадасында осындай әндер бар. Әттең ай, ойланайық ағайын. Армысыздар, мөлдір өлең арнасының мөлдіреген көрермендері. Ассаламуалейкум, ардақты ағайын. Әдеттегідей, автор бағдарламасын бастаймыз. Сөз сақшылары Мөлдір Айтбай және Айтбек Тұрсынбай. Құрметті ағайын, біз осыған дейін айттық, бұдан кейін де айтамыз, айтудан жалықпаймыз. Әуеніне елдеп тыңдап жүрген әндердің сөзіне мән бердік бе? Бүгін әттең ай дегенде де экранның ар жағына біздің көңіл күйіміз сезілуі мүмкін. Алдын ала айып етпеңіздер, кешірім өтінем. Бірақ бүгін ерекше ашуланып отырмын. Негізі елді сыйлап, көрерменді сыйлап, бізге ақ көйлегімізді, көк көйлегімізді, өткендегідей жылтыр көйлегімізді киюге болады. Бірақ бүгін ат үсті осылай қалай бар, көшеде келе жатқан киіммен осылай түсіруге бел будым. Себебі бұл әңгімені негізі талқылауға да тұрмайтын әңгіме. Бірақ бүкіл ел қайырмасын жатқа айтып, жастар билеп жүр. Мен қай сөзге билеп жүргенін айтқым келіп отыр. Ендеше әттең айды бастайық. Жалпы қазір қазақ эстрадасында ашу тудыратын, ашуыңа тиетін, қыз қайнататын, жүйкеңді ауыртатын өлеңдер өте көп. Оны қарапайым халық, жастар жағы түсінбеуі мүмкін, өйткені әуеніне елтет, бейнебаян тамаша, орындау әдемі, қазіргі жастар талантты, даусына Алладан берілген дарынына әңгіме жоқ, бірақ сол дауысты қандай нәрсеге пайдаланып жатырмыз. Кезінде сондай даусымен азан айтқан бабаларымыз қазір оттап жүр ғой балаларымыз. Ән шыққанына 6 жыл болған. Сонда да мен бұл әнді алып келдім. Бұл әншіге көзқарасым өте жақсы. Өлеңдерін сүйіп тыңдаймын. Бұл осы әншінің ең алғашқы, былайша айтқанда, атқан өлеңі деп айтсам болады. Неге 6 жыл бұрынғы әнді қозғап отырсыңдар деп жазуларыңыз мүмкін. Егер бір адам 6 жыл бұрын адам өлтірген болса, оның қылмысы 6 жылдан кейін ескірмейді. 18 жылдан кейін, 25 жылдан кейін де ол қылмыстың аты қылмыс болып сақталады. Әншінің аты Тұрар, әннің аты Сарығыз. Бұл өлеңнің шыққанына тағы да бір рет айтайын, 6 жыл болған. Одан кейін Тұрардың шығармашылығы күрт өсті. Мен ешкімді сүймеймін деген өлеңі мен өзім қатты жақсы көріп тыңдадым. Бейнебаяны да үлкен мағынаға ие. Қазіргі ажырасу қоғамдағы екі жаққа кетіп жатқан екі адамның тәкаппарлығы үшін зардап шегіп жатқан баланың үш жақтан сөйлеген. Тұрар ол жерде анасының атынан, әкесінің атынан және баланың атынан сөйлеген. Әке деген өлеңі, осы соңғы қазір хит болып жатқан иіс деген өлеңі, басқа да әншілермен жасап жатқан дуэттары барлығы жақсы. Бірақ Тұрар әлі де ақынмен жұмыс жасамайды. Жақында Ғазизханның концертінде көрдім. Ғазизханмен араласса, демек жақында үлкен өзгерістер болады деп ойлаймын. Өйткені Ғазизхан сөз қадірін түсінетін және кейінгі буынға, өзінен кейінгілерге сөз қадірін түсіну керек екендігін түсіндіре алатын азамат. Алдағы уақытта бұл қателіктер жөнделер деп ойлаймын, бірақ бәрібір қылмыстың аты қылмыс, ол жазасын алу керек. Жақсы, 6 жылдан кейін өзгеріс бар. Халық арена, Алматы аренада үлкен концерт беріп 10 мың, 12 мың адам жинап жүрген әнші неге осы әнді өшіріп тастамасқа? Оған бұл 6 жылда жиналған 9 миллион 700 мың просмотр қаралым деген қатты қиын емес, негізі өшіріп тастай салуға болатын еді. Мен мысалы өшіп қалғанын бұл әннің жалпы енді тыңдармандар іздесе де таппай қалғанын қалаймын. Тәлім тәрбиеге кері әсерін тигізетін дүние деп қай әншінің соңынан, қай автордың соңынан жүгіріп жүреміз. Ол үшін
Әрине, бізде мәдениет министрлігі бар ғой. Мәдениет бөлімі қайда қарап отырмыз? Бізде мәдениет қайраткерлері, мәдениет саласының үздігі, мәдениет майталмандары деген медальді бір шелпек таратқандай таратып бере салады жылдың соңында. Бірақ соны алған үздіктердің, соны алған қайраткерлердің, сахна саңлақтарының не сөз айтып, соны алмай тұрып қандай бағытта өнер көрсеткенін, не нәрсені насихаттағанын біліп жатырмыз ба? Құрметті біздің мәдениет бөлімінің басшылары, министрліктегі барша көкелер, ағалар, сіздерден бүкіл елдің атынан, жұрттың атынан өтініп сұрайтынымыз осы. Бізге қайтадан көркемдік кеңес, қайтадан әнді талқылайтын, мына әлеуметтік желіге салынуға болады, мынау болмайды дейтін, не болмаса бұны көшенің әні деп ары қарай сахнаға шығармай тастайтын, ондай әнді орындаған әншіні бірнеше жыл республика сарайынан аластайтын заң керек. Әрине, заң керек. Заң болмағаннан кейін сөздің еркіндігі бізде бар, біз демократиялы республикамыз, бірақ сөз еркіндігі деген сөз оттау емес, ауызға келгенді айту емес, сахнаға шығып алып елдің алдында не болса соны елге ән етіп беру емес. Әдемі әндерде жетет біздің елімізде. Ана бір ақын өлсе талай қырылды өлең дейтін Кененнің өлеңі бар ғой, сол сияқты бір әншіні сахнадан аластасақ ештеңе өзгермейді одан. Қалғанына сабақ болады. Иә, қалғандарына сабақ болады. Осындай бізге көркемдік кеңес, сөздің жазасы, әннің бағасы біздің елге міндетті түрде қажет. Ел болам десең, бесігіңді түзе дейтін заманнан өттік. Ел болам десең, экраныңды түзе, сахнаңды түзе, әніңді түзе, сөзіңді түзе, өзіңді түзе дейтін заманға тап болып отырмыз. Енді осының сөзін оқиық. Неге ашуланып отырғанымды білесіздер. Үстімде смокинг, қара бейне, crazy my friend, кеттік биге. Crazy деген, crazy frog деп баяғыда бір балалар биледі ғой осы. Crazy деген сөз сумасшедший деген сөзді білдіреді. Қазақша жынды ғой енді. Иә, есер соқ. Жынды менің досым. Енді оны мына мағынада алған шығар андай. Мә жынды кофта киіп апсың ғой деген сияқты айтылады. Сондай мағынада алған деп ойлаймын енді. Crazy frog, crazy my friend, кеттік биге. Бейне мен бейгені ұйқастырған. Кіріп келем, алдымда таныс пол, жан жағымда шағала, full hall дейді. Full hall деген терминді неде казинолардан естеймін, киноларда болады ғой, full hall деп қойып жатады ғой. Таныс пол мен full hallды ұйқастырған ғой. Жан жағымда шағала, full hall. Шағала деген сөз енді ана чайка деген мағына бар еді ғой, бұрын білесің бе? Қыздар жігіттермен бірге кездесуге келіп, ақшасын төлемей кететін, қашып кететін қыздар чайка деп айтатын тұғын. Енді бұл да енді әнге қолданатын сөз емес. Неге бәрі қарай береді маған? Қасымда жолдас бар балдарым, таныс бол. Бағана таныс бол ғой, соған таныс бол деп ұйқастырып тұр да. Иә, өзінің досымен таныстырып тұр. Әне қара, оң жақта бір қыз тұр. Барлық еркектің назарын бұрғызды. Мына қыз барлығын тұрғызды. Барлығын тұрғызды. 4 рет қайталанады әнде. Ей сары қыз, бізге көңіл аударыңыз. Ей сары қыз, сары қыз, сары қыз деп ары қарай қайталанады. Бұрын сары қыз, мамасына дәрі қыз деген сияқты, папасына дәрі қыз деген сияқты өлеңдер болатын, көшеде айтылатын, былай кішкентай балалардың ортасында айтылып жүретін. Сары қыз, бізге көңіл аударыңыз. Сары қызды әдемілеп суреттеуге болады ғой енді. Анау ән есіме түсіп кетті. Тараздық ақын Ербол Бұқыбайдың әні бар. Әкеңнің алдында қара бет, қара бет, қара бет деген. Енді мынау бүкіл халықтың алдында қара бет қылатын сөз. Ұят болады мынау. Ұят болып қойған. 6 жыл болған. Енді бұны жою керек. 6 алаштың баласы, жастар тыңдады осыны 6 жыл бойы. Оны 4 рет қайталау. Енді сахнаға шыққан кезде аты Тұрар болғаннан кейін соған құмар болған шығар. Бірақ қыздың әдемілігін, қыздың сүйкімділігін олай суреттеуге болмайды. Барлық еркектің назарын бұрғызды дейді. Жарайды, жолай қалсын. Көріп қалдық бір қызды жарқыраған жұлдызды десе де, ол қыздың жұлдызда екен, сұлу екен, бүкіл еркектің, бүкіл жаңағы адамдардың назар ауғанын айтуға болады. Бірақ енді барлығының назарын бұрғызу, одан кейін ар жағын мен айтуға, мысалы еркек ретінде, ер ретінде мен айта алмай отырмын. Оны шығып сахнаға бәленбай соған еңбек ақы сұрап қалай айтып жүрміз, қалай айтқызып жүрсіздер. Ойланайық ағайын.
Бері кел, мен саған тиіспейм, жай ғана мойныңнан сенің иіскейм. Жоқ, асықпа сары қыз, бірінші кездесуде сүйіспейм. Тәртіпті бала екен өте. Мен ризам. Өте сондай бір қой аузынан шөп алмайтын, шөп алса да көп алмайтын жігіт екен. Риза болдым авторға. Неге десеңіздер, тиіспейді екен. Тиіспегеннен кейін, айналайын деп енді риза боласың ғой. Бірақ маңдайынан емес, мойнынан иіскейді екен да. Бір жақсы бірінші кездесуде сүйіспейді екен. Келші қарғам шашыңнан иіскейін, жай ғана тиіспейін. Осыған дейін де әндер болды ғой. Иек артқан теңізге мүйістейін ғой оның ұйқасы. Бұғаз ғой, мүйіс, залив. Иек артқан теңізге залив, ол неге кіріп тұрады? Теңіздің, мұхиттың ішіне кіріп тұратын жерді солай атайды. Мүйіс дейді қазақша. Бұғаз деген бар, ол континентке кіріп тұрады, материкке кіріп тұрады. Анау суға кіріп тұрады, анау құрлыққа кіріп тұрады ғой енді. Сонда иек артқан теңізге мүйістейін, кел шығарғам шашыңнан иіскейін дейді. Иіскейін, жай ғана тиіспейін. Иіскейін, жай ғана тиіспейін дейді. Енді сол өлеңді заманауи қылам деп сол ұйқасты пайдаланып, осындай сүйіспейм деген сөзді айту өте бір төмен дәрежеде ойлану ғой. Бірақ саған бәрі де болады, жақындашы бері ұялуды доғарып. Қорықпа, мен ондай емеспін, ойым сенің кіндігіңнен жоғары. Философиялық өлең жаздым деп ойлаған шығар. Осыны бүкіл барлығы тыңдап жүр. Не болады сонда? Ертегіні доғарайық, өз-өзімді қолғалайын, сені де қолғалайын. Мен сені алдамайым. Сары қыз дегенде бір қазақтың қара көз қыздары, бұрымды қыздары, сары әжесінің еркетайы деген осыған дейін қалыптасқан бір әдемі бейнені назарын бұрғызатын, кез келген бірінші кездесуде мойнынан иіскете салатын, сондай төмен дәрежеге түсіріп тастау автордың үлкен қылмысы бұл. Осы өлеңді байқайсыздар ма, мен мөлдірге қарап оқи алмай отырмын. Себебі автор ретінде бүкіл ер жігіттердің атынан осындай дүние жаздық па, қыздарды суреттеу үшін, сипаттау үшін деп ұялып отырмын. Кешіріңіздер барша аналар, арулар, қыздар қауымы. Біздің қазақ эстрадасында осындай әндер бар. Әттең ай. Аздаған көңілсіздіктен кейін сөз тізгінін өзім алайын. Жаңағы өлеңге қатысты ештеңе айта алмадым. Өйткені қанша ақын болсам да, қанша сайрап тұрсам да, айтыста елдің мұңын, талай әзілдерді қатар айтып жүрсем де, жаңағы өлеңге біраз үнсіздік жариялауға тура келді. Бүгінгі шіркін айдың басты кейіпкер әні Ернар Амандық. Көп өзімнің айналамдағы іні, сіңілі деген қауым өнерге қатысы бар. Өнер академиясында, консерваторияда оқып жүрген жастар осы Ернар Амандықтың өлеңдерін талдаңызшы деп ұсыныс жасады. Мен Ернардың өлеңдерін қарап көрдім. Мені күт деген сияқты тағы біраз өлеңдері бар екен. Ернар менің ойымша өз жазады. Негізі сосын мынау ютубқа ән салған кезде авторларын жазып қойыңдаршы. Ана авторға да обал ғой. Егер басқа біреу болып қалса да. Өзіңдікі болса өзіңдікін жазып қой. Обал емес па? Салмақ түгілі әрбір кеш болған кезде жүргізушілер бәлен түгеннің сөзіне жазылған, бірдеменің әніне жазылған, орындайтын деп үшеуінде 3 авторға да толық құрмет көрсететін болған. Қазір әнші ғана қиды. Кім жазған білмейсің, ана жазып алып біреуден 20 мың теңге алып жылап отырады сосын артынан. Айтсаңдаршы. Еңбектенді ғой ол да. Өзің жазсан өзіңді де айт, біліп отырайық, сенің әнші ғана емес, ақын екеніңді. Жақсы, Ернар Амандықтың өлеңі, кейіпкер өлеңі 7 айдың ішінде 19 миллион қаралым жинаған. Тура 1500 пікірі бар екен. Көңілдеріңізден шығады деген ойдамын деп өзі бастаған екен. Сөзін жазып қойыпты. Айлап тиктокта жүріп, жалықтырмай бір аптада хит болып, толық нұсқасы шыққан дейді. Майысып қалғаным анық дейді. Оңтүстік Кореяда үйдің крышасында жатырмын дейді. Кайф дейді мына жігіт, мен сияқты етеді екен кайфты. Марат екен ғой.
Марат Оралғазин жазыпты. Ең сүйікті әнім дейді, Жұбаныш аға мен Қазбек Құрайыштың смесь дауысы дейді. Ана адамдар күшті білетін нені бар ғой. Иә, осындай тамаша пікірлер көп. Біз бұл пікірлердің барлығымен келісеміз. Мәтіні қандай, бір көңіл аударып шығайық. Ернар Амандықтың әндерінің барлығында қай әнінде болса да бір жүрек бар. Ән әдемі. Сезіну. Иә, сосын сөзде де бір жалпы өлең деген нәрсе, кеше мен Бағдат Мүбәрак дейтін ақын бар ғой бізде поэзияда. Сол Бағдат ағамен біраз жол серік болып келдім бір сапардан. Сол кезде Бағдат аға айтады, өлең деген ол тірі организм ғой дейді. Былай тауықтың басын шауып жүрсең, тауық шауып жүреді біраз жерге дейін. Балық дегенде білесің, қаншама кесіп атсаң да тірі жататын. Өлең де тірі организм. Ол сенің жүрегіңнен шықты, болды, қағазға түсті, сол жерде өліп қалатын өлең былай ғой. Ал бұл өлеңді оққан кезде ол келесі адамның жүрегінде барып бүлкілдеп жату керек қой. Оны ән болып басқа біреудің жүрегіне тыңдалып құлағына кірген кезде ол соның құлағында бүлкілдеп жату керек. Бұл тірі организм. Өлең деген оның жүрегі бар, өмірі бар, ол өмір сүреді, ол өледі. Білесіңдер ма өлең деген? Өлмей қалған өлеңдер қаншама, өліп қалған өлеңдер қаншама. Мысалға, осыдан 5 жыл бұрын хит болған өлеңдер қазір жоқ. 5 күн бұрын хит болған өлеңдер жоқ ағайын. Көп ондай өлеңдер өліп кетіп жатқан. Өміршең өлеңдер қайда? Шәмшінің әрбір өлеңі әлі күнге тірі. Мұқағалидың әрбір жазған өлеңі әлі күнге тірі. Неге? Өйткені олар тірі өлең жазды да. Өздері өлсе де хаттары өлген жоқ. Не үшін біз әлі Әбу Насыр Әл-Фарабидің, Мәвлананың, Қорқыттың, Қожа Ахмет Яссауидің кітаптарын жазғандарын оқимыз? Неге Конфуций, Шекспир дегендер неге өлмейді? Өйткені олардың шығармалары өміршең. Мына Ернардың өлеңдерінде осындай бір тірі нәрсенің бейнесі бар. Тірі нәрсе. Ол жақсы. Әрбір өлеңі, я ұйқасы әлсіз, ойын толық жеткізе алмаған тұстары көп. Басқа өлеңдерінде. Өйткені шынымен айтып отырмын ғой, маған бұны Әттең-айға айтшы деп келді. Мен мына өлеңді тыңдадым дағыны, ғашық болдым. Басқа өлеңдерін оқып та сондай анандай бір тірі жүректің бар екенін көріп таң қалдым. Жарайсың Ернар, тамаша. Осылай жалғастыра бер. Бірақ алдағы уақытта бәрібір бір ақынмен жұмыс жасасаң негізі дұрыс болады. Өзі кез келген әншінің бір ақыны бар ғой, көп жұмыс жасайтын. Ол барлық ақынмен түсінетін. Барлық ақынмен жұмыс жасай береді, бірақ өзін жақсы бағалайтын, түсінетін, айтқанын сөзін жарты сөзден түсінетін дейді ғой, орысша айтқан кезде. Сондай. Мысалға, Мейрамбек аға Қалқаман Саринмен жұмыс жасаған кезде дәуірледі. Музарт талант Арғынғалимен. Төреғали Қайнармен. Аянмен, Аянмен Құрал. Ғазизхан Ершатпен жұмыс жасады. Осындай сияқты әрбір адамның жанында негізі мықты автор болу керек қой. Сен жауға шапқан батыр болсаң, сенің артыңда кем дегенде жаныңда 2 сенімді серігің болу керек. Әскерің бір бөлек. Мына әскер 19 миллион қаралым, ол сенің әскерің. Сенің қасында 2 серігің болу керек. Кез келген уақытта сенің артыңнан келатқан қылышты ұстап қалатын әскер қолбасшы. Біреу сазыңа, біреу сөзіңе жауап беретін. Біреу сөзіңе жауап беретін. Ол сазгер мен тағы да ақын. Жақсы сөзін оқиық. Сені көруге тағы да бүгін асығып, қуанту үшін әдейі келдім жасырын. Келемін құшақ гүлімді асынып. Күнім, сен де қуанып шықшы алдымнан күлімдеп, бейнеңде тұрсын бақыттың төрінде, самғаймыз бүгін махаббат көгінде, қара түнде ай болып, төккен жарығын кеудемнен ескен бал үнім, өзіңді қатты сағындым. Кел. Әндерімнің ішіндегі сен кейіпкері, сені сүйіп талғамым биіктеді. Жансың маған ақ періште кейіптегі, басқа жанға уақытымды шабыт босқа қиып келдім, ал сен келіп махаббатты үйіп бердің, сол үшін де аман жүрші кейіпкерім. Әдемі. Басқа адамдарға үйіп бердім, қараш, кейіпкерім. Тастай ұйқастар кәдімгідей. Поэзияда қолданып жүрсең де болатын ұйқастар. Айтыстай жансың маған ақ періште кейіптегі. Әнге айтсаң да жарасатын ұйқастар. Осындай бір күрделі ұйқастардың өзін әнге айналдырып жүретін керемет осындай бұл деген талант. Кейде бір күй болады тоңатын. Талып қанатым, қалатын жабығып, сосын үй жаққа барып өзімнен жатып қаламын.
өзіммен өзім деп тұр ғой енді. Мұң көрпесін жамылып, көңілін әкеліп таңар деп жарама, хабар кеп қалар деп күтіп жатамын сені, уақытқа бағынып, сол тағы да сағынып. Сонда сенен келеді толассыз хабарламалар да, қоңырауларың да мыңдап, жылдам соны тыңдап, келемін сені кейіпкерім қылып, жүрегіммен жырлап. Қане жаным тағы үн қат, сенің әр сөздерің қымбат, мен үшін қымбат. Әндерімнің кейіпкері сен. Әдемі, өз кейіпкерін тапқан, және сезімін әнмен де, сазбен де, сөзбен де жеткізе алған Амандық атамыздың немересі Ернарға алғысымызды білдіреміз. Анау қоңырауларың мыңдап сенен толассыз келет хабарламалар дейтін бар ғой, кейін әр сөзің қымбат дейтін. Сосын үйге кеп, үй жаққа барып өзімен өзім жатып қалам деген жерлер ше. Қарапайым әңгіме. Қарапайым. Сосын үй жаққа барам да жатып қалам. Болады ондай бір жатып қалатын кездерің. Бірақ мынау соншалықты қарапайым әңгіме, соншалықты жарасып тұр. Мынау айтайын ба? Барахолкадан сатып алған киімді Канн кинофестивалінің несіне, марапаттау рәсіміне қызыл кілемге киіп барған сияқты болып тұр да. Мынау қазақтың сөзі ғой, қазақтың сөзі жетет. Көпе киген қазақтың қара өлеңін шекпен жауып өзіңе қайтарамын деп тұр ғой. Мынау көпе киген өлеңді көпе киген кейінде қоя салса да, шекпен сияқты естіліп тұр ғой. Жарайсың Ернар, шіркін-ай. Әттең-ай дейтін күндерімізден шіркін-ай дейтін күндеріміз көп болсын. Мөлдір өлең арнасына жазылып, келесі шығарылымда қай әнді талдайық? Пікірлеріңізді жаза кетіңіздер, лүпіл басуды ұмытпаңыздар. 18.000 қаламның авторы, жаратушы баршамызға жар болсын. Сөзді ойнатуға болады, сөзбен ойнауға болмайды. Сау болыңыздар.